Қазір интервьюға барам, шаршап кеттік, шаршап. Сұраш, саған деген сезімдерімді өлшем, ешкім жауап бермеді. Сәлем достар, біз Найтиван прямой эфирде шықпаймыз, ВК, Твиттерде шықпаймыз. Ура, фанаттар! Құрметті достар, мына бала қуып кетті. Давай, сұрақтарыңызға келейік, жұмысқа келейік. Біз Найтиван болып жігіттермен фильм түсірдік, фильм. Ол фильмде неше түрлі рэперлер түсті. Біз көремайтындарға көрсеттік. Біз өмір көрдік, қиналдық, төбелестік, милициялардан қаштық. Іштік жедік, бірақ біз қайтпадық. Мен оларды бірінші рет көріп тұрып танымаймын. Кім олар Найтиванның? Қалайсыз, братан? Жақсы, жақсы. Саламатсыздар. Жақсы. Ассалаумалейкум. Мен өтірік айттым, Найтиван танимын. Мен продюсермін олардың. Жай ғана әзілдеп айтқаным ғой. Олар зор. Олар көрсетті көремаушылықтарға. Олар көрсетті ғой төбелет алатын. Солай болды. Найтиван мен тыңдаймын. Оларды фанаткасымын. 5 жасынан бастап танимын оларды. Өтірік соғам мен, не дедім мен. Оператор осы видеоны ютубқа жібер, инстаграмға салам мен. Бақыма, Найтиванды тыңдаймын мен. Өте жақсы актерлар. Мен өте тыңдаймын, өте көрем деп айттым. Найтиван ол өте жақсы актерлар. Жігіттерді ағалар маған, мен үшін ағалар. Найтиван ол сөйлей берейін, оператор, мен ұялып отырмын. Найтиван жақсы актерлар. Басқа не деймін? Bir күні мен саған